Бүгін үйдегілер кеш келеді. Жақсы ғой, түнге дейін ойнай аламыз. Может, что-то другое? Мен мына ойыннан шаршап кеттім. Я, басқа нәрсе істейік. Давайте будем рассказывать страшные истории. О, мен ондайды жақсы көрем. О, мен ондай история білемін. Бір күні балалар осындай үйде жиналып тығылмақ ойнайды. Бірақ бір бала табылмайды. Қанша іздейді, жоқ. Сол бала әр үйді аралап әлі жүр екен. И ол бала... Қорқып кеттік қой. А сендер білесіңдер ма? Кез келген үйдің ваннасында елес бар. Серьезно? Не слышала. Мен естігем. Егер ровно сағат 12-де кіріп ванна айнасын сүртсең, арғы жақтан біреудің қолы итереді дейді. А давайте попробуем. Жоқ, тексергім келмейді. Қорқып кеттің ба? Мен есік қағатын құбыжық туралы білем. Ол есік қаққанда ашпау керек. Себебі ашқан адамдар жоғалып кетеді екен. Өтірік айтпашы. Шын сияқты. Ал именно құбыжық есік қағып тұрғанын қайдан білеміз? А оның белгілері бар. Мысалы, свет жанып өшеді. Үйде түсініксіз дыбыстар болады. Сосын барып есік қағылады. Мне становится страшно. А ты естіп жатсыңдар ма? Жоқ! Ойындаршы күлкілі емес. Это не мы. Біреу келе жатыр. Есік қағатын құбыжық. Ашпаңдар, тихо. Бізге тиіспе. Ой, это котенок? Өлерде қорқып кеттік қой.